hürmetli һәм қадырдан әдебиятымыздың, тіліміздің жанашырлары, һәм де саналы, зиялы жанкүйерлері. Тілімізді, әдебиятымызды ұлылау, бұл елді ұлылау, миллилігімізді ұлылау деп түсінемін. Газета журналлар бұл елдің айнасы, еш уақытта өшіп кетпейтұғын архиві болып есептелінеді. Шайыры менен жазушысы, алымы менен катқудасы жоқ ел, міслі қанатсыз құсқа негізейді. Өзіміздің 4 тілде шығып атырған Қарақалпақ әдебиаты газетасының жаулып қалмай, оның рауажланып, рухи санамызды байытып, шығып тұруына күш салсайық зиялы қауым. Сонша қиыншылықтар менен сақланып келген, көзіміздің қарашығындай болған Қарақалпақ әдебиаты газетасының жазылу мапазы басыланды һәм де дауам етіп жатыр. Қарақалпақ әдебиаты газетасы Қарақалпақ тілінде, өзбек тілінде, рус тілінде һәм де англичан тілдерінде басылып шығып жатыр. Қарақалпақ әдебиаты газетасының бас редакторлары еліміздің ардақлы шайыры аналары Гүлстан Даулетова һәм де Гүлстан Матяковалар. Ал жуаплы хаттері жазушы анамыз Оралхан Сапарова. Мәрт майданда сыналады дейді дана халқымыз. Солай екен, елім дейтін ербайлардың өзін көрсететін уақыты жетіп келді. Мен еліміздің әр бір мүйшінде жасаушы әзиз инсанларды, әр бір шаңарақты, қала берсе, әмме кәсіпиелерін осы 4 тілде басылып шығып атырған Қарақалпақ әдебиаты газетасына жазылуға шақырып қаламын. Келін, әмме біргелікте осы Қарақалпақ әдебиаты газетасының рауажлануына күш салсайық, әзиз ватандашлар. Кейінгі 6 айға жазылуды қалесеңіз почта арқалы, қалесеңіз газета редакциясы арқалы әмелге асырсаңыз болады. Қарақалпақ әдебиаты газетасын келешегімізге сап һәм таза халда жеткізіп берейік ватандашлар. Газетаның бір жылдық бағасы, егер редакциядан жазылатын болсаңыз, 336 мың сом, ал 6 айға 168 мың сом болады. Егер почта арқылы жазылсаңыз, бір жылға 406.560 сом, ал 6 айға 203.280 сом болады.